Assalamualaikum достар, бүгін біз флаштан жаңа сабақ көбелек деген. Бірінші мына астар түсті, көгілдір аспан түсіне теңшеп аламыз, және мұның үлкен кішілігін 800 де 600 етіп туралап қоямыз. Сосын мына уақыт белдеуіндегі қабатқа жер деп қояйық. Енді бұған жер сызамыз. Төртбұрыш сызып жиегін жоғалтамыз, және бұған қара жасыл түс береміз. Енді жерге біраз шынайы ұқсау үшін бұлай ойлы қырлы деп жасайық. Енді көреміз, үлкейтіп көрейік. Мына аздап жақ шеті кішілеу екен. Осы жағын төмендетейік біраз. Және былай. Болды. Енді бұлт сызамыз. Қалам құрамымен. Кез келген пішінде сыза беруге болады. Мұнда жиегін жоғалтайық. Бұлтқа жақындау түс береміз. Мына кішкене таңдау құралы арқылы кез келген нүктені таңдап алып, орын жүткеуге айтылай өңдеуге болады. Дәл осыны көбейтеміз, кішірейтеміз. Ашықтау түс береміз. Міне бұлт болды. Біріктіреміз. Ctrl-J немесе Modify Group деген. Біріктірудегі себебім мен осы бұлттарды көбейтейін деп жатырмын қазір. Енді шөп сызайық. Өте қарапайым. Сызып аламыз. Иеміз. Таңдаймыз да бұларды біріктіреміз. Сосын кішірейтеміз. Енді гүл сызамыз. Insert. Не символ дейміз. Мұнараға гүл деп ат қоямыз. Гүл сызудың түрлері көп.
Мында бір қарапайым түрін таныстырайын деп көпшілікке. Кәдімгі күнбағыс формында күліміз. Болды. Енді сабағын сызамыз. Оған тағы бір қабат ашамыз. Мінекей. Иеміз. Жапырақ сызамыз. Гүлімізді әкеліп қоямыз. Жаңа бір қабат ашамыз. Гүл деп ат қоямыз. Гүлдер. Мына сабақтастардың уақытын алмау мақсатында кейбір аса күрделі емес, көп қайталануды қажет ететін жерлерін жылдамдатып өткізіп жатырмын. Оны түсінесіздер деп ойлаймын. Осыларды қиып аламыз да екіншіні қабаттың дәл орнына қоямыз. Сосын былай ашылыштайын. Болды. Енді көбелек. Оған мов клип деген таңдаймыз. Көбелек деп ат қоямыз. Көбелекті сызуға да болады былай. Қарапайым формасын көрсетейін. Бірақ енді оның сызудың тәсілдері көп. Ал енді флаштың өзінің сызу қабілеті, қуаты аса жақсы болмағандықтан дайындап сызып қойған көбелегім бар. Соны алып келе салайын. Жалпы осылай сызуға да болады демекшімін. Мұны қазір өшіріп тастайын. Дайын көбелек бізде бар. Міне келді көбелек.
AI деген бағдарламамен жасалған Adobe Illustrator деген арнайы. Сонымен жасасаңыздар болады. Мен қазір мынаның екі қанатын екі қабатқа дайындап аламын. Міне, сол жақ қанаты Ctrl X. Орнату үшін Ctrl Shift V. Тағы да сол секілді тағы бір қабат ашамыз. Бәрін таңдаймыз. Ctrl X дейміз. Қабатты таңдаймыз. Ctrl Shift V. Ал енді екеуінің 10-шы нүктесіне уақыт белдеуін F6, яғни маңызды кескін. Тағы да солай 5-ші нүктесіне F6 маңызды кескін береміз. Ал енді мынаған қимыл береміз, екеуіне де қимыл береміз. Астыңғы тұлғасына жай кескін береміз. Бірінші кезекте оң жақ қанатының мына центрін бірінші мұнда көшіріп алуымыз керек. Нүктенің үстіне дәлдейміз. Мынаны сөйтуіміз керек. Жақсы. Енді мынаны кішірейтеміз. Осылай. Осыны көшіріп соңғы кескінге апарамыз да постфей. Сонда былай болады, қанат қаққан секілді болады. Тағы да сол секілді мынаның да бірінші центрін көшіріп апарамыз, орталық нүктесін қара нүктеге апарамыз. Сосын мынаны қайтеміз, кішірейтеміз. Дәл осыны көшіріп соңғы кескінге апарамыз. Постфей. Көзілдіріңізден бұл қанаттың қағып жатқан көбелек пайда болады. Енді бірінші пайдаға шегінеміз. Мына гүлдер мен гүлдер екінің арасына бір қабат ашамыз, бұған көбелек деп ат қоямыз. Енді жаңағы дайындап қойған көбелегімізді алып келеміз осы араға. Жері пайсыз үлкен болып тұр, кішірейтеміз. Былай қарап көреміз. Көбелегіміз гүлден үлкен болып кеткен екен, бұлай болмайды. Әлде кішірейтсек. Біраз болды. Енді не істейміз? Бұл ұшып жүру керек. Бұған қозғалыс береміз. Жетпіс бесінші орыннан F6. Қалғандардың барлығына F5. Әлем көбелекке қимыл береміз. Бірінші бұл мына жақтан ұшады. Мына бастан ұшсын. Қабат ашайық. Мінекей. Қаламенен сызайық. Осылай ұшып өтіп кетсін.
бірінші нүктесін мына басына ілінген. Бүкірек. Соңғы нүктесін алып барып мына жаққа ілейік. Байқасаңыздар, бүкілдерді аралап шығып жатыр деген сөз. Ал енді бұл әрбір жерге келгенде көбелекте бағыт болу керек. Көйтіп қараймыз. Байқасаңыздар, көбелек гүлдердің біресі ар жағынан, біресі бер жағынан ұшып өткендей әсер қалдырады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.